Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге керемет алмамен жасалатын тоқашты көрсетпекшімін. Ол үшін видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. 100 грамм сұйық май, 100 грамм қант, 100 грамм жылы сүт, 100 грамм жылы су және бір шымшым тұз, 1 шай қасық дрожж салып араластырамыз да ұнды салып жұмсақ қамыр елеп шығамыз. Қамырымыз өте қатты болмау керек. Қамырымыз елеп болдық. Енді қамыр көтерілгенше күтеміз. Қамырымыз көтерілді. Енді сол көтерілген қамырларды домалақ-домалақ бөліктерге бөлеміз. Начинкасына алманы теркадан өткіземіз. Осылайша қамырға саламыз. Үстіне қантты сеуіп, қамырдың шетін кесеміз. Содан соң біз оны бұлайша видеодағыдай екі шетін орап бүгіп қоямыз. Бөліктерге бөлінген қамырларымызға осылайша алма қантымызды салып бүгіп шығамыз. Достар, егерде менің каналым ұнап жатса, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен каналымда құпия рецепттермен, оңай және тез жасалатын тағамдармен бөлісетін боламын. Барлық тоқашымызды осылайша бүгіп шықтық. Өте керемет болып шықты. Енді біз оны тапаға салып тындырамыз. Тындырып болған соң 180 градуста пісіріп шығамыз. Булочкамыз пісіп шықты. Өте керемет жұмсақ болды. Ас болсын.